сәлеметсіздер ме оқушылар? Бізде кезекті нұсқа талдау. Бүгін бізде Қазақстан тарихынан нұсқа талдау болады. Нұсқа талдайтын тарих пәні мұғалімі, ұбт сарапшысы Хайролла Нұрсұлтан Бөлтірікұлы. Онымен кеттік. Бізде оқушылар бүгінгі тест нұсқа талдауымызда міне 29-ы, 30-ы, 31-і және бірі күні келген тесттерді барынша талдап көреміз. Сонымен мұқият қараңыздар. Кеттік, жаңа сұрақтар бар арасында. Бірінші сұрақ, контексттерді көрейік. Әртүрлі контексттер, бірнеше үлгілерін көрсетуге тырысам. Бірінші сұрақ. Оғыз мемлекетінің басшысы, жоғары билеушісі. Әрине бізде ол жабу болады. Қалған бізде түркілерге жалпы ортақ атау, түрік қанатынан бастап, иә, түрік қанаты, батыс түрік, шығыс түрік, түркеш, қарлұқтарда да болды, иә, қимақтарда да қаған деген атау болды. Ал гурхан деген атау бізде алдағы ұбтта кездеседі. Гурхан атауы бізде Қарақытай мемлекетінде болды және жалайырлар мемлекетінде болды. Мысалы, жалайырларда өзін гурхан атаған жамұқа еді, иә. Ал шат болса бізде батыс түрік қанатындағы бұл ақсүйек тайпа басшылары, яғни ақсүйектер, қағаннан кейінгі лауазымдар. Келесі екінші сұрақ. Оғыз мемлекетінде атабектердің атқарған қызметі. Бұл бізде мұрагерлерді тәрбиелеуші болады. Оғыз мемлекетінде мұрагерлік инал деп атайды, сол иналдарды тәрбиелейтін бізде атабектер болған. Салық жинаушыларды Оғыз мемлекетінде сұрамайды, әскер басын сүйбашы дейді, жабудың кеңесшісін күл еркін дейді. Бұл сәйкестендіру сұрақтарында келуі мүмкін. Келесі үшінші сұрақ. Оғыздардың тайпалық құрамы туралы жазған. Бұл бізде Махмұд Қашқари. Махмұд Қашқари 24 тайпа болады дейді, иә. Шоқ, Бодоқ деп бөлінді дейді. Жүсіп Баласағұн Құтты бүліктің авторы, Ахмет Үйгенеке Ақиқат Сейінің авторы, Әл Идриси қимақтар туралы мәлімет қалдырған. Келесі төртінші сұрақ. Дұрыс дәйекті анықтаңыз. Оғыздардың астанасы Шу өзені бойында орналасты. Қате. Оғыздардың астанасы Сырдария өзенінің бойында орналасқан. 965 жылы оғыздар қимақтармен одақтасып, хазарларды талқандады. Қате. Қимақтармен одақтасқан жоқ. Келесі, Киев Русьмен одақтасты, бұл жерде. Келесі үшінші сұрақ. Оғыздар Бозоқ және Үшоқ болып екі топқа бөлінді. Осы дұрыс болады бізде. Келесі төртінші. 985 жылы Еділ Бұлғариясының жеңуі Оғыз мемлекетінің саяси жағынан күшеюіне ықпал етті. Осы да дұрыс. Сонда 3 пен 4-ті дұрыс деп белгілейсіздер. Келесі бесінші сұрақ. Оғыздар саяси күресінде жеңіске жетті. Оғыздар саяси күресінде жеңіске жетті. Хазар қанатын талқандырған ел бойындағы сауда жолдарына бақылау орнатты. Дұрыс болады. Хазар қанатын талқандау арқылы Еділ бойындағы сауда жолдарына бақылау орнатты. Хазар қанатын Киев Русьімен бірігіп одақтасты, иә. Киев Русьін ол кездері Владимир деген князь басқарған. Келесі, Святослав басқарған 965 жылдары. 980-нен кейін Владимир басқарған. Қалғандары енді қате. Мысалы, қимақтар талқандау арқылы Ертіс бойына дейін жетті. Ертіс бойында қимақтармен соғысқан жоқ, қимақтармен бейбіт қарым-қатынас болған. Қарахан мемлекетін талқандаған Жетісуға бағған. Жетісудан олар қайта ығысып кеткен болатын. Ислам дін мемлекет діни туралы Самайынмен одақтасты. Қате. Кеттік, екінші контекстті көрейік. Оғыздардың Жетісудағы ордасы. Басында оғыздар Сырдария бойына келмес тұрын Жетісу жерінде өмір сүрген, иә. Бұл кезде бізде астанасы ескі Грузия болады. Янгинкент ол кейіннен Сырдария бойындағы астанасы. Келесі екінші сұрақ. 10-11 ғасырлардағы Еуразия тарихындағы маңызды рөл атқарған мемлекет. Бұл әрине оғыздар. Оғыз мемлекеті. 10-11 деп тұр ғой, иә. Қыпшақ болса 11-13 болады. Батыс түрік болса, енді білесіздер оны, 603-704 жылдар Алтын Орда Еуразия тарихында маңызды рөл атқарды, бірақ ол 13 пен 15 ғасырларда болады. Үшінші сұрақ. Оғыздарды Сырдария бойына ығыстырды. Қарлұқтар болады. Оғыздарды Сырдария бойына ығысып жүрген қарлұқтар екен. Қарлұқтар білесіздер, Алтай жақтан келеді. Алтай, Балқаш жақтан келіп Жетісуға келеді да, сол кезде түркіштер кезеңінде оғыздарды Сырдарияға ығыстырып жүреді. Келесі төртінші. 1041 жылы оғыздар жаулап алды. 1041 жылы оғыздар Хорезмді жаулап алады. Келесі бесіншіне сәйкестендіру сұрағы, иә. Әскердің бас қолбасшысы бізде болады сүйбашы, 1-А болады. Оғыз мемлекетінің басшысы жабу болады. 1-А, 2-А бар ма бізде? Бар екен. Онда А жауабы дұрыс болады, оқушылар.
Енді ұбт да кездесу мүмкін, жалпы алдағы уақытта кездесетін, кездесіп жатқан сұрақтар ол ұлы жібек жолына байланысты. Жалпы ұлы жібек жолына байланысты контексттің төрт бес түрі бар. Соның бір екеуін мысал келтірейін. Біреуі келіп жатқан болуы мүмкін, алдағы уақытта келетін контексттерді де қазір көреміз. Бірінші контекст. Шаш қазіргі қай қала? Бұл Ташкент қаласы. Орталық Азия тақырыбын өткенсіздер. Келесі. Амударияның төменгі сағасында орналасқан ірі аймақ. Бұл бізде Хорезм болады. Қазіргі Түркменстан жаққа келеді, иә. Үшінші сұрақ. Ахименидтік және Александр Македонский империяларының құрамында болған мәдени тарихи аймақ. Бұл Ферғана. Келесі төртінші. Трансконтиненталды сауда дегеніміз бүкіл Евразия материк ауқымындағы жібек жолы саудасы. Келесі бесінші. Азия мен Еуропаны байланыстырған ауқымды көлік дәлізі ұлы жібек жолы. 5-те 5 алуға болатын контекст, иә. Кеттік келесі контекстті көрейік. Ұлы жібек жолы өзінің атауын алған мерзім, осы жерден көбісі қателесіп жатыр. Ұлы жібек жолы өзінің атауын 19 ғасырда алған оқушылар. Фон Рихтхофен деген неміс ғалымы өзінің Қытай деген еңбегінде ұлы жібек жолы деп атауды ғылымға енгізген, яғни тарих ғылымына енгізген. Мысалы, ежелгі замандағы, орта замандағы адамдар ол жолды білген, жібек жолы тасылатын, бірақ ресми түрде олай аталмаған. Содан фон Рихтхофеннің осы бір ғылымға енгізген жаңалығынан кейін әлемде, дүние жүзінде ұлы жібек жолы деген атау қалыптасып кеткен екен. Келесі. Ақ өзендегі қала кейіннен аталды. Ақ өзендегі қала кейіннен Сайрам деп аталады. Ақ өзенде отырғанымыз бұл Испиджаб қаласы оқушылар. Ақ өзенде отырғанымыз Сырдария. Келесі үшінші. Мәтіндегі Испиджаб қаласының маңызы ірі сауда орталығы. Ұлы жібек жолындағы ірі сауда орталығы. Испиджабқа байланысты сұрақтар қазір талқыланатын болады. Испиджабқа байланысты сұрақтар кездесті. Ұлы жібек жолы тақырыбына байланысты. Келесі. Қазақ хандығының астанасы ірі әкімшілік қала болды. Жалпы Испиджаб әкімшілік қала болған жоқ. Діни ғибадат орны, ол да керек болмайды. Көбінесе діни ғибадат орны деп бізде Түркістанды көбірек айтамыз. Қазақ хандығы тұсында, иә, қазақ ханның астанасы қызметін атқарды, келмейді. Қазақ ханының астанасының қызметін атқарған бізде Сығанақ қаласы және Түркістан қаласы. Келесі төртінші сұрақ. 10-12 ғасырларда ұлы жібек жолында бой көтерген қалалар. Бізде бұл болады Сауран, Жент, Ашнас қаласы болады, жаңадан бой көтерген қалалар. Ал Алмалық, Талхиз, Қойлық, Жетісу жеріндегі қалалар болады. Алмалық пен Талхиз бұл Жетісу жерінде, Қытаймен шекараласатын жерде көліктік дәліз орнатылған деп кездеседі. Отырар, Испиджаб, Тараз бұл сол кездердегі ірі сауда орталықтары болады. Сығанақты да кейіннен қосуға болады, иә. Түркістан, Отырар барлығы ұлы жібек жолы бойында. Келесі бесінші сұрақ. БЗБ 2 ғасырда ұлы жібек жолының тұрақты жұмыс істеуінің басталуы деп қабылдаған ғылым әрине тарих ғылымы. Осы жерде археология деп кетпеңіздер. Өйткені археологтар нақты болжап қалаларды зерттегенмен Қытай деректерінде 2 ғасырда басылған туралы айтылады, иә. Уди бастап кетті ұлы жібек жолын. Қытайдың императоры Уди деген болған. Міне тағы да бір контекст, бұны да бір назарға қояйық. Түркі мемлекеттері толықтай бақылауда ұстады ұлы жібек жолы. Шығыс пен батыс мәдениет арасында байланыстырған көпір ұлы жібек жолы. Үшінші. Буддалық монах Сюаньцзян мен оның серіктері жібек жолымен сапарға шығып мөлдір көк көл деп атаған көл. Мөлдір теңіз дейді кейде. Ыстық көл болады. Мөлдір теңіз деп аталады, иә. Төртінші. 629 жылы буддалық монах Сюаньцзян мен оның серіктері болған қала. Бұл Суяб қаласы. Келесі сұрақ. Бірінші сұрақ. Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін кіші жүзде билігін нығайтты. Әрине Әбілқайыр хан. Әбілқайыр хан бізде 1713 жыл билікке келіп, 1748-ге дейін билік еткен, жазып қоя салайын, иә. 1710-1748. Тәуке хан 1715 немесе 18 жылдары қайтыс болды дейді. Содан кейін Әбілқайыр хан жеке дара өзінің билігін одан сайын кіші жүзде күшейтеді. Ал Болат хан бізде орта жүзде күшейтеді. Тәукенің ұлы. Сәмеке хан кейін орта жүзде хан болады. Нұралы ханның билік еткен жылдары бұл 1748 және 1786 жылдары билік етті. Уфа қаласына жер аударылып кетті. Енді тарихи дұрыс дәйектерді анықтаңыз дейді. Тәуке ханға байланысты сұрақ болу керек. Тәуке хан тұсында қазақ хандығы орталықтанған мемлекет болды. Дұрыс, орталықтанған мемлекет болды. 18 ғасырдың басында қазақтар жоңғарлармен бейбіт келісімге келді. Қате. Бұл кездер соғыс болып жатқан, соғыстың қызып жатқан кезең болған.
Келесі үшінші сұрақ. 1710 жылы Қарақұм деген жерде қазақтар ірі жеңіске жетті. Мгм. Бұл жерде Қарақұм деген жерде қазақтар ірі жеңіске жеткен жоқ. Бұл жерде Қарақұм құрылтайы болды. Қарақұм құрылтайынан кейін барып жеңіске жете бастады. Төртінші, 18 ғасырдың басында қазақтар іштей ыдырады. Сонда осы дұрыс болады, иә? Кәуге ханнан кейін іштей ыдырай бастайды. Үшінші сұрақ. Жұмабек Ташеновты қудалау кезіндегі КСРО басшысы, бұл бізде Никита Хрущев. Жұмабек Ташенов жылымық кезеңінде басшылық қызмет атқарды. Жұмабек Тәшенов бізде Ақтөбе облысының бірінші секретары болды. Партияның бірінші секретары 1955-60 жылдары. Кейіннен 60 пен 61 жылдары қазақ кср жоғары кеңесінің төрағасы болды. Осы кездер өте жаңағы өзінің қарсылығын көрсетті. Одан кейін 61-ден бастап қазақ кср жоғары министрлер кеңесінің төрағасы болды. Қазіргіше айтқанда премьер-министр. Бұл кезде де өзінің қарсылығын көрсетті. Кейіннен Хрущев арнайы тапсырыспенен Жұмабек Тәшеновті қудалады, қызметтен алып тастады. Облыстық деңгейге бірақ түсті, иә. Республикалық деңгейде жүрген адам облыстық деңгейге бірақ түсті. Келесі. Жұмабек Тәшенов туралы да басқа да сұрақтар кездесіп жатыр, оны алдыңғы нұсқа талдауларда талдаған болатынмын. Төртінші. Қайып ханнан кейін орта жүзде билікке келді. Қайып ханнан кейін орта жүзде Болат хан, жолбарыс ұлы жүздің ханы. Барақ бізде хан емес, Барақ бізде сұлтан, орта жүздің сұлтаны. Мына жерге мен жаза салайын, иә. Бұл орта жүздің сұлтаны. Және Барақ туралы мынандай сұрақ келуі мүмкін. Әбілқайыр ханды өлтірді деп келісуі мүмкін оқушылар. Келесі, бесінші сұрақ. Жетісу жеріндегі сақ ескерткіштер, енді оңай, бұл Есік бес жатыр. Шілікті Майамер бізде Шығыс Қазақстандағы сақ ескерткіштері. Алтыншы, Маңғыстау көтерілісіне байланысты ықтимал сұрақ. Мен нақты білмедім Маңғыстау көтерілісіне қандай сұрақ келген, бірақ ықтимал сұрақтарды бір жазып қойдым. ұбт өте жиі кездесіп жүрген сұрақтар осы Маңғыстау көтерілісіне байланысты. 1870 жылы реформа қиыншылығына байланысты Маңғыстауда көтеріліске шыққан ру. Бұл Адай руы, кейде адайлар көтерілісі деп те атаймыз. 1870 жылы Маңғыстаудағы көтерілістің басшылары Иса Тіленбайұлы, Досан Тәжұлы. Сәйкестендіру сұрақтарында да кездесіп жатыр. Сәйкестендіру сұрақтары көп кездесіп жатыр қазір ұбт-да, иә. Мысалы, көтерілісті басшылармен сәйкестендіріңіз, көтерілісті жылдармен сәйкестендіріңіз, көтерілісті аймақтармен сәйкестендіріңіз, көтерілістерді болған оқиғасымен сәйкестендіріңіз деген сияқты. Сонда тақырып бойынша да кездеседі сұрақ, и бірнеше тақырыптан да қосып сұрап жатыр. Келесі, 1870 жылы қазақ шаруаларының рухын көтерген кескілескен шайқас өткен жер. Бұл бізде Бозашы деген жерде өткен екен. Келесі, 1870 жылы Маңғыстау көтерілісі кезінде қазақ шаруаларының рухын көтерген оқиға. Подполковник Рукин отрядының талқандалуы. Подполковник Рукин отрядының талқандануы рухын көтереді. Келесі, 1870 жылы Маңғыстау көтерілісі кезіндегі жалдамалы шабуыл жасаған форт. Александровск форты. Және тағы бір мынадай сұрақ келуі мүмкін. Көтерілістің ерекшелігі жалдамалы жұмысшылар қатысты, балықшылар қатысты. Тағы бір ерекшелігі флотилия құрылды. Флотилия дегеніміз қайықтармен өзіндік бір кішкентай флот сияқты әскер құрылған жұмысшылардың, иә. Келесі жетінші сұрақ. Хандар мен оларға қатысты деректерді сәйкестеңіз. Өте жиі кездесіп жатқан сұрақ. Есім хан, расымен қояйын. Есім хан бізде деректерде тәкаппар және атаққорлықтан азат қарапайым екендігі айтылады. Тәуке хан. Тәуке хан сармен қойын. Билік еткен кезі алтын ғасыр деп аталады. Тұрсын хан. Тұрсын хан мына цветпен қоян. Тұрсын хан бізде 18 ғасырдың бірінші жартысында Ташкентте хан атанып, оңтүстікке дербес билеуші болды. Жәңгір хан, Салқам Жәңгір хан, иә. Жәңгір ханды мына цветпен қоян. Жәңгір хан қалмақтарға қарсы Қашқария моғолдармен одақ құрып, қырғыздармен бірікті. Осы сұрақ қайталанып келіп жатыр. Дәл осыған ұқсас сұрақтар өте көп кездесіп жатыр оқушылар. Сонда бізде 1 А, 2 Ә, 3 Б, 4 В бар ғой, иә? Б жауабы болады. Жалпы осындай сұрақтың бірнеше үлгілері кездеседі хандарға байланысты. Оны біз талдаған болатынбыз, және бізде интенсив курстағы нұсқа талдауларда осы курстар талданып жатыр. Келесі. 8-ші. Басқыншақ, елтон, елек кәсіпшіліктерінен өндірілді. Әрине, тұз өндірілді.
Көмір бізде Қарағандыда екібастұзда айтамыз, мұнайды аудандарда біз ембіні айтамыз, иә, доссорды айтамыз. Бірінші өндірілген доссор, ембі, сосын өзенді айтамыз. Келесі 9. 14 ғасырдың ортасы, 16 ғасырдың басында Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде өмір сүрген мемлекет. Шағатай ұлысының шығыс бөлігі десе, Моғолстанды айтамыз. Шағатай ұлысының батыс бөлігі десе, Әмір Темір мемлекетін айтамыз. Ал Ақ Орда, Сібір хандығы, Ноғай ордасы бұл Жошы ұлысының жерлері, оқушылар. Келесі 10-шы сұрақ. Көшпелі мал шаруашылығына негіз қалаған тайпа әрине ботайлықтар, андрондықтар деп қоймаңыздар. Сол көшірілмен байланысты. Енді жаңадан көріп отқан оқушыларға өзім таныстыра кетейін. Оқушылар, менің толық аты жөнім Хайролла Нұрсұлтан Бөлтірікұлы болады. Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы пәнінің мұғалімімін, ұбт сарапшысымын. 9 жылдық тәжірибесі бар мұғаліммін. Осы ұбт саласында 9 жыл мектепте де 9 жыл жұмыс жасадым. Үлкен ірі орталықтарда жұмыс жасадым. Қазіргі таңда өзім жекеге шығып, жеке курс авторымын. Жалғастырайық. 11-ші. Ұлы жібек жолы бастау алды Хуанхэ өзенінен. БСБ 2 ғасырда. Келмейде Қашқария, Ферғана, Самарқанд. Міне мен бұл жерде ретімен қойып тұрмын, оқушылар. Хуанхэден Қашқария келді, Қашқариядан Ферғана келді, Ферғанадан Самарқанға келді. Самарқаннан ары қарай өтіп, Иран арқылы Сирияға дейін жетті деген сияқты, иә. Міне 12-ші сұрақ, осы жерден қателесіп жатыр контексттің ішінде. Ұлы жібек жолының солтүстік тармағы өтті. Ұлы жібек жолының солтүстік тармағы өтті бізде. Талхиздан Талғар өзені бойымен Қапшағай шатқалына дейін жетті деген осы болады, оқушылар. Міне. Ал мынау оңтүстік тармағы болады. Есік Түрген арқылы Іле өзеніне бағытталды деген. Осыны бір жаттап алыңыздар, иә. Конспектке тұрып жаттап алыңыздар. Келесі 13. Оқиғаларды ретімен қойыңыз. Бұл жерде өзі ретімен тұрған сияқты. Уди елшілігі БЗБ 138 жылы болды. Түрік кезеңі, Ұлы жібек жолының түрік кезеңі 6-13 ғасыр. Ұлы жібек жолындағы Моңғол империясы кезеңі 13 ғасырдың басымен, 13 ғасырдың екінші ширегі мен 14 ғасыр. Әмір Темір мемлекеті кезеңі 14 ғасырдың 3 ширегі мен 15 ғасырдың басы. Кейіннен Ұлы жібек жолы құлдырап, құлайды, иә, жойылып кетеді. Ұлы жібек жолының өзінің атауын алған мерзім, жаңа айттық, 19 ғасыр. Фон Рихтхофен Қытай деген еңбегінде айтылады. 15. Қаңлы мемлекетінің астанасы бұл Питиан. Чигу бізде үйсіндердің астанасы. Алтай бізде ғұндардың орталығы орналасқан жер. Ғұз ордасы Қарақытай мемлекетінің астанасы. 16. 1734 жыл болған Қырғыз Қайсақ экспедициясының кейінгі атауы Орынбор. Енді Қырғыз Қайсақ экспедициясының сіздерге керегі мақсаты не еді? Және Қырғыз Қайсақ экспедициясының жетекшісі кім? Осыны білсеңіздер, комментарийға жаза кетсеңіздер. Ерінбей қарап жаза кетсеңіздер. Білсеңіздер де, білмесеңіздер. Білетіндеріңіз жазыңыздар сразу, білмейтіндеріңіз қарап тұрып жазыңыздар. Өйткені алда ұбтта сұрайды. Қырғыз Қайсақ экспедициясының мақсаты Қырғыз Қайсақ экспедициясының жетекшісі. Келесі 17. Тарихи терминдерді мағынасымен сәйкестендіріңіз. Міне, оқушылар, жаңадан келіп жатқан сұрақтың бірі осы сұрақ. Бұл түсінетін сұрақ. Мен бұны TikTokта, Инстаграмда бөлісіп қойдым сіздермен. Көрейік енді. Экономиканы милитарландыру. Экономиканы милитарландыру бізде Г болады. Әскери ұйым әдістерін азаматтық қатынастар саласына көшіру, экономиканы әскери жолға көшіру. Әскери коммунизм, сарымен қояйық. Әскери коммунизм. Өндіріске мемлекеттік бақылау, азық-түлік бөлу. Келесі, азық-түлік салғырты. Азық-түлік салғырты бізде ауыл шаруашылық өндірісінің артық өнімдерін әскер мен қала халқының мұқтаждықтары үшін өтемақысыз тартып алу. 4. Национализация. Национализацияға мен национализация жеке меншік кәсіпорындарды мемлекеттік меншікке айналдыру. Бұл Қазақстан тәуелсіздік алған кездері болды, иә. Келесі, пролетарлар. Пролетарларға капиталистік қоғамдағы жалдамалы жұмысшы тобы. Міне, оқушылар осы жерден шатасып кетпеңіздер. Ойланып барып белгілеңіздер. Дәл осындай тағы да бір сұрақ болады. Келесі, 18. Халық санының өсу, кему динамикасын зерттейтін ғылым саласы, әрине бұл демография. Урбанизация деп қоймаңыздар. Кеше бір оқушым
бақыламай осы жерден қателесіп кетті, урбанизация деп қойыпты. Урбанизация ол қала халқының өсуі деп келіседі. Миграция ол ішкі көші қон, миграция деп бөлінеді, депортация күштеп қоныстандыру. Келесі 19. Осы жерден де қателесіп жатқан оқушылар бар екен. жошы ханнан кейін ешкім жете алмаған бүкіл дешті қыпшақтағы қуатты әміршіге айналып, даңқы мен құдіреті артты деп жазылған еңбек. Бұл әрине тарихи рашиди, дулати жазады, иә. Кім туралы айтады бұл жерде? Қасым хан туралы айтылған осы жерде. Мына жерде Қасым хан туралы айтылады тарихи рашиди кітабында, мұхаммед хайдар дулатидің. Келесі 20-шы сұрақ. Қайыр хан ерлікпен қорғаған қала? Әрине бізде оқушылар, отырар қаласы. Оқушылар, енді сіздерге айта кетейін, бізде интенсив курс жұмыс жасап жатыр. Көптеген оқушылар хабарласып, 10 күн болса да, бір апта болса да, 15 күн болса да жазылып уақыт жатқан оқушылар бар. ютубтан келгендерге 50% жеңілдік болады. Хабарласып, WhatsApp номерге міне тұр алдарыңызда, 775-302-1660 нөміріне хабарласып, интенсив курсты аласыздар. Интенсив курста не істейміз деп сұрақ қойылады, иә. Осы жерден мұқият тыңдап алыңыздар, сосын жазғанда қайта-қайта сұрай бермес үшін. Интенсив курста нұсқа талдаулар жасай аласыздар. ұбт базалық нұсқа талдауларын көріп дайындаласыздар. Екінші, енді қосымша сол жерде ақпараттар беріледі, чек-листтер беріледі, өздеріңіз жаттап алуға болады, иә. Үшінші, міне осылай слив талдаулар базасы болады сіздерге. Сіздерге осылардың PDF форматы берілетін болады. Және менімен тікелей байланысқа да шығып, сұрап, білмеген жерден сұрап тұра аласыздар. ютубтан келдім десеңіздер, сіздерге 50% жеңілдік болады. Кеттік келесі. 21. Алаш партиясы бағдарламасының жобасы жарияланды қазақ газетінде. Келесі 22. Алаш қозғалысының ұстанымдары көрініс тапты Алаш партиясы бағдарламасында. Алаш партиясы бағдарламасындағы бөлім саны 10. Контексті кездесуі мүмкін, иә, немесе жекелейді кездеседі. Алаш партиясының бағдарламасында қойған ең басты талаптар: қазақ халқының жерлерін біріктіру, қазақ автономиясының басқа автономиялармен тең жағдайда Ресей құрамына кіруін қамтамасыз ету. Осы жерге маңыз беріңіздер. Алаш автономиясы, Алаш партиясы басында Ресейдің құрамына кіру керек деді, автономия ретінде кіреміз деді. Бірақ Алаш партиясы кеңестік билікке қарсы болды, кеңестік билікті мойындамады. Осыны түсініп алыңыздар. Келесі 25. Алаш партиясының бағдарламасының бөлімдері: мемлекет қалпы, жергілікті бостандық, негізгі құқық. Келесі 26. 1916 жылы болған жетісу көтерілісінің жетекшілерінің бірі. Әрине, бұл жерде, дәл осы жерде Бекболат Әшекеев болады. Ал мынау үшеуі, Әбдіғапар Жанбосынов, Амангелді Иманов, Әліби Жангелдин, бұл торғай көтерілісіне қатысқандар. 27. 1847 жылы салынған бекініс Ұлы Жүз территориясында. Мына жердің барлығы Ұлы Жүздің территориясына салынған. Мысалы, Ақтау, Алатау, Қапал, иә. Осы жерде 47 десе, біз Қапалды қоямыз. Осы 1848 жылы, енді осы жерде Қапалда 1848 жылы Ұлы Жүзді басқаратын пристав деген лауазым пайда болады. Бұл да алдыңғы ұбт-ларда кездескен сұрақ. Верный бекініс қашан құрылды десеңіздер, 1854 жылғы ең маңызды стратегиялық бекініс болды, иә. Біздің Алматымызды Верный деп ауыстырып жүргендігіміз. 28. 20 ғасырдың басындағы басылымдармен шыққан қалаларын сәйкестендіріңіз. Міне, осы жерден де қателесіп жатқан оқушылар бар. Қазақ газеті Жасылмен қойы Орынборда шықты 1913 жылы. Серке газеті бізде алғашқы қазақ газеттерінің бірі, иә. Қазақ газеті шыққан, Міржақып Дулатов шығарған. Бұл бізде Санкт-Петербург. Айқап журналы Троицк қаласына шыққан. Сонда жауабы бізде 1 бар. Серке Б болады, 2 болады. 1 2 С жауабы болады. Енді қазақ газетінің бас редакторы Ахмет Байтұрсынұлы, Серке газетінің шығарушы редакторы Міржақып Дулатұлы. Серке газеті өзі 3-4 рет шыққан. Содан кейін қажының жетіспеушілігінен және патша үкіметінің қысымымен шықпай қалған. Айқап журналы 1911 жылы шығады. Оны Мұхамеджан Сералин деген публицист жазушымыз шығарады. Келесі 29. Басылымдарды шыққан жылдарымен мына жерде қалалармен деп қойыпты, не? Мына жерде жылдарымен болу керек. Жылдарымен сәйкестендіріңіз. Қазақ газеті бізде 1913 жылы шықты. Айқап журналы бізде 1911 жылы шықты. Серке газеті 1907 жылы шықты. Түркістан
мың сегіз жүз жетпісінші жылы шықты. Сонда қазақ газеті бізде бір болу керек, в болу керек. Бар, иә, бір в. Екі болу керек бізде ә. Бір в, екі ә бар ма? Бар екен, сонда а жауабы болады. Түркістан уәлаятының газеті 1870 жылы шыққан, иә. Сонымен қатар Түркістан уәлаяты дала уәлаятының газеттері болды. Бірақ олар қазақша, орысша, өзбекше шыққан. Мысалы, дала уәлаятында қазақша да болған мақалалар және орысша болған. Түркістан уәлаятында қазақша, өзбекше, орысша болды қателеспесем. Келесі 30. 1858 жылы Ресеймен келісім келген көтеріліс басшысы әрине бұл Есет Көтібарұлы. Жоламан Тіленшұлының көтерілісі 1822-25 болды. Санжар Қасымұлының көтерілісі 1825-36 жылы болды. Өкінішке орай Санжар Қасымұлы көтерілісі орта жүзді тастап Қоқан хандығына қарай, яғни Қоқанмен келісімге барады. Осы кезде қоқандықтар Санжар Қасымұлын қастандықпен өлтіреді. Бірақ Санжардың інісі Кенесары бұл көтерілісті жалғастырып, оны одан сайын мықты көтеріліске айналдырады. Жанғожа Нұрмұхамедұлы бізде Қоқан, Хиуа, Ресейге қарсы күрескен, бірақ бұл соңына дейін күреседі. Жанғожа туралы, Есет Батыр туралы контексттерге келіп жатыр, иә. 31. Түркістан автономиясында министр, төраға және ішкі істер министрі болған. Бұл Мұхамеджан Тынышпаев. Дәл осы қызметті кейіннен Мұстафа Шоқай иеленеді. Әлихан Бөкейхан бізде Алашорда, Сейітқали Меңдешев бізде Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы. Жазып қоя салайын. 1920 жылы Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы. Былайша айтқанда парламент сияқты болған ғой, заң шығарушы. Жалау Мыңбаев та дәл осындай қызметті атқарады кейіннен. Алашордаға қарсы тұрған адамдардың бірі осы Жалау Мыңбаев. Келесі 32. Түркістан автономиясына қарсы большевиктердің қойған талаптары. Уақытша үкіметті мойындау, автономияны тарату. Бұл жерде уақытша үкімет деп тұр, сондықтан бұл қате. Кеңес үкіметін мойындау, милиция органдарын тарату. Осы болады міне. Қойған талаптар. Кеңес үкіметін мойындау, милиция органдарын тарату. Келесі 33-ші сұрақ. Кенесары Қасымұлы көтерілісінің өткен уақытын анықтаңыз. Бұл жерде бізде 1837-47 болады. Ал 1822-25 жылдары бізде Жоламан Тіленшұлының көтерілісі, егер сәйкестендіруде келіп жатса, иә. 1836-38 Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы, 1825-36 Қасым Сұлтан, Саржан Сұлтан көтерілісі. Келесі 34. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс қамтыған аумақты анықтаңыз. Бүкіл Қазақстан. Ішкі ордадағы көтеріліс бізде Исатай мен Махамбеттің көтерілісі, кіші жүзде Сырым Датұлының көтерілісі, орта жүзде Саржан Сұлтан мен Қасым Сұлтанның көтерілісі. 1844 жылы Кенесары Қасымұлы сарбаздарының Ахмет Жантөре бастаған отряд арасында шайқас болды. Тобыл өзенінің жағасы. Контекст кетіп жатыр ғой, деймін, контексттік сұрақтар. Өздеріңіз бақылап отырыңыздар, мен контексттерді араластырып жібердім. Келесі, Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің соңғы кезеңіндегі іс-әрекетті анықтаңыз. Кенесары көтерілісі. Көтеріліс оңтүстік өлкеге ауысты, немесе Жетісуға ауысты деп келеседі, Жетісуға қарай жылжытты. 37. Көтеріліс барысында Кенесары Қасымұлы көздеген мақсаттардың бірін анықтаңыз. Округтерді жою. Уездерді деп қателесіп кетпеңіз, өйткені уездер біздері ол кездері әлі құрылған жоқ. Уездердің құрылатын уақыты 1867-1868 жылы реформалардың нәтижесінде құрылады уездер. Ал округтер бізде 1822 жылы реформалардың нәтижесінде құрылады. Қарқаралы уезі құрылды, иә. Көкшетау уезі құрылды сол кездері. Расправаны жою деген келмейді, бұл Сырым Датұлы көтерілісіне қатысты оқиға. Келесі 38. Кенесары Сұлтан хан болып сайланды, 1841 жылы сайланды. Кенесары 45 жасады, 1802 жылы өмірге келді, 1847 жылы қайтыс болды. Кенесары Қасымұлы соңғы шайқасы өткен жер бізде Майтөбе, басқаша Кекілік Сеңгір деп те келесек, мына жерге жаза салайын. Кекілік Сеңгір Қырғыз жерінде, иә, Кекілік Сеңгір тауы. Осылай да кездесуі мүмкін, шатасып кетпеңіздер. Ақбұлақ шайқасында бізде Исатай Тайманұлы қайтыс болған шайқас. Арықбұлақ қазалы бұл Жанғожа Нұрмұхамедұлына қатысты контекст сұрақтарда, соған қатысты сұрақтарда кездеседі. Келесі 40-шы сұрақ. 1843 жылы бірінші Николай Кенесары көтерілісін басу үшін жіберген старшина.
Бірінші Николай дегенге назар аударасыздар. Бұл бізде старшина Лебедев болады оқушылар. Ал Баймағамбет Айшуақұлы бізде Сұлтан Ахмет сұлтанмен бірге 1844 жылы Кенесарыдан жеңіліп қалған болатын. Карбышев, Симонов дегендерді бақылаңыздар, кездесіп қалуы мүмкін, бұтта сұрай қоймайды. Старшина Карбышев, старшина Симонов дегендерді қарап жіберіңіздер. Енді мына сұрақ дұрыс дәйекті анықтаңыз. Бұл да кездесіп жатыр жиі. Есім хан Сырдария қалалары үшін Орта Азия билеушілерімен 200 жылға созылған күресті жеңіспен аяқтады. Дұрыс. Батыр ұзын бойлы қарулы болғандықтан халық оны еңсегей бойлы ер есім деп атаған. Дұрыс. Келесі 42. Бактрияда Кушан патшалығын құрды. Бізде ол юджилер болады. Юджилер құрды. 43. Көшпелі жужандардың қысымымен үйсіндер көшті Тянь-Шань тауларына. 44. 1843 жылы Кенесары көтерілісін басу үшін старшина Лебедевті жіберген Ресей патшасы бірінші Николай. 45. Түркістан автономиясының астанасы Қоқан. 46. Кенесары әскері Ақмола бекінісін өртеді 1838 жылы. Сәйкестендіруде кездесіп жатыр. 47. Алашорда автономиясы өмір сүруін тоқтатты 1920 жылы. 48. Екінші жалпы қазақ съезі өткен мерзім, жылдар мен күндермен осылай кездесіп жатыр оқушылар. Екінші жалпы қазақ съезі болатын болса, ол соңғы 1917 5-12 желтоқсан. Ал мынау бізде бірінші жалпы қазақ съезі. Сонымен қатар бірінші жалпы қазақ съезінің нәтижесін білулеріңіз керек, екінші жалпы қазақ съезінің нәтижесін білулеріңіз керек. 49. Ханазар ханға қатысты дұрыс деректерді анықтаңыз. Сібір хандығындағы рулар қазақтарға өтті. Дұрыс. Екінші, тарихшылар қазақ пен қырғыз хан деп атады. Дұрыс. Келесі 50-ші сұрақ. Уақытша үкіметтің Қазақстандағы комиссарлары мен басқарған облыстарын сәйкестендіріңіз. Яғни 1917 жылы ақпан революциясынан кейін уақытша үкімет билікке келді де Қазақстанға, қазіргі қазақ жеріне өзлерінің өкілдерін жіберді. Яғни уақытша үкіметтің ішіне кірген өкілдерін. Олар мына тұлғалар болатын, иә, Тынышпаев, Ниязов, Бөкейхан, Шоқаев. Сонымен торғайды жасылмен қояйын, билікке келді, яғни әкім сияқты ғой комиссар деген. Комиссар болып келді Әлихан Бөкейхан. Жетісу облысына келді Мұхамеджан Тынышпаев келді. Оралға келді Ниязов келді. Түркістанға келді Шоқай келді. Түркістан, яғни Сырдария мен Жетісу. Сырдария облыстарын айтып тұр жерде. Түркістан деп. Сосын Өзбекстан жақты айтып тұр. 1 Б болады. Бар ма 1 Б? 2 А. 1 Б, 2 А, 3 А, 4 В болады. Сонда осы вариант дұрыс болады. Оқушылар, міне бізде біраз сұрақтар бар әлде. Алдағы уақытта талдауға тырысамыз. Бүгінше осы. Тағы да ескерте кетейін. Интенсив курс туралы жалпы білгілеріңіз келсе, ютубтан 20% жеңілдікпен алып жазылғыларыңыз келсе, осындай слив талдаулармен жұмыс жасап PDF форматын алып, басқа да нұсқа талдауларды көргілеріңіз келсе, онда WhatsApp нөмірге жазыңыздар, 775-102-1660 нөміріне. Сонымен қатар осы видео ұнаса лайк басып, өздеріңіздің бір пікірлеріңізді білдіріп қойыңыздар, жаңағы сұраққа жауап беріңіздер. Сонымен қатар менің әлеуметтік желідегі парақшаларыма да жазып қойыңыздар. TikTokта, Инстаграмдағы парақшам тоже Нұрсұлтан History деп аталады. Оқушылар, барлықтарыңызға сәттілік, ойлаған балдарыңызда ауларыңызға тілектеспін. Сау болыңыздар.